Құрметті қыздар, енді бастап үйренем деген қыз келіндерге арнап отырмын бұл немді. Өйткені киім тігу өте тиімді, әрі өз жанұяңызға да өзіңізге де пайдасы өте көп. Бұл салада үйіңізде отырып қаражат таба аласыз. Өйткені бір историяны білем, бір қызымыз ешқандай қаражатсыз отырып қалған, қожайынына күтіп отырады, тамаққа пұл сұрап. Кейін ойлапты, мен неге үйренбеймін? Адам істеген адам істейді ғой, мен де киім тігіп үйренейінші деп, сөйтіп инстаграмына жазылып, сабақты алған. Ең бірінші өзінің қызына тіккен. Өзім қызыма тіктім, шлида бір әдеме болмаса да өзіме қатты ұнады. Екінші тіккенде уже мен біраз жіберген қателіктерімді алып тастадым дейді. Үстіп үшінші, төртінші тіккенімде мен уже жақсылап тіге бастадым. Қызымның үстінен көрген көрші қоландарын өздері де үйіндегі өздері кимеген киімдерін әкеп, мынаны менің қызыма шығарып берші, осындай бір көйлекті обал ғой тастайын десем деген. Мені үстіп жүріп, ол тігінші болып кеткен. Сол сияқты қыздар, тігін саласы өте тиімді, қаражат кез келген уақытта табасыз. Оны таппасаңыз да өз киімдеріңізді, өзіңізге тойға киетін киімдеріңізді оп-оңай тігіп алатын боласыздар. Мінекей осылай үйренем десеңіздер, инстама тіркеліп WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp арқылы мен сіздерді жеке өздеріңізді үйретіп отырамын. Қазір кезде жеңілдікпен үйретіп отырмын. Осы февраль айында жақсылап үйреніп алсаңыз, марттың 1-нен бастап сіздер қаражат табатын боласыздар. Қаражатты қалай табу жолдарында үйретемін. Ателеңіз болса, оны қалай жүйелеп қаражат көбейтуінде үйретіп отырамын. Мінекей қыздар, обязательно үйреніп алыңыздар. Бұл киім пішіп тігу тігіншілер ауадай қажет, жанұяларға, әсіресе қыз келіндерге өте пайдасы көп.